Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Мен Мақсұт Құсайым атындағы Ақтөбе облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-интернатының физика пәні мұғалімі Жылгелдин Сабыржан Жексенғалиевич боламын. Енді оқушылар, бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз ол толық тізбек үшін қоңызаны. Енді бірінші мынадай сұрақ туындайды. Толық тізбек деген ол қандай тізбек? Оны қазір біз қарастырайық. Енді бұл жердегі толық тізбек дегеніміз оқушылар. Оны тоқ көзі бар тізбекті айтамыз. Яғни бізде тізбекте тоқ көзі болса, онда ол толық тізбек деп аталып болады. Енді мысалы тоқ көздері бұл табиғатта көп, соның бір-екі мысалын келтіріп кетейік. Енді тоқ көзіне қандай заттар жатқызылады? Әрине аккумулятор, яғни күректі машинада қолданып жүрген гальвани элементтер дейміз, біздің қолданып жүрген кәдімгі батарейка, мысалы нешелер батарейкалар бар, Виктория, Duracell деген сияқты. Одан генератор, тағы басқа да тоқ көздерін келтіруге болады. Енді тоқ көзінің шартты белгісі, міне тақтада көріп тұрғандай. Яғни біздер схемада осындай шартты белгі көрсек, демек онда тоқ көзі бар. Ол яғни гальвани элементі мүмкін, немесе аккумулятор болуы мүмкін. Енді біздер жаңа айтып жатырмық, аккумулятор деп, аккумуляторды біз білеміз. Қандай, яғни машинада тұрып, осындай қорапша, сырты қорасында қапталған, ішінде несі бар? Әрине электролит бар, сұйық нәрсе. Оның суретін салатын болса, қалай болады? Міне, көріп тұрғандай, мынау аккумулятор, яғни мынау екі темірі шығып тұрады, оны не деп атаймыз? Электродтар дейміз. Яғни екі темір, біреуі анод, біреуі катод. Оны зарядталса анод, теріс зарядталса катод. Яғни анод дейміз оң зарядталған электрод, катод дейміз теріс зарядталған электрод екен. Енді мына ішінде әрине не бар? Электролит бар. Электролит, яғни ол тұздардың, қышқылдардың, сілтілердің сұйықтықтағы ерітіндісі екен. Енді бұны қалай қарастырамыз? Енді бұлай жасайық. Егер осы екі электродты өткізгіш арқылы байланыстыратын болсақ, онда байланыс бола ма? Яғни бұл жерге лампочканы қоятын болса, енді шам жана ма деген сұрақ туындайды. Әрине шам жанады, өйткені бізде өзара байланыс бар. Яғни плюстен минуске бар. Яғни мына ішінде не пайда болады? Тұйықталған тізбек пайда болады. Енді бізде осы жерде мына өрістің бағыты плюстен минуске бағытталады ғой. Сол кезде бізде электростатикалық өрістің жұмысы атқарылады, яғни плюстен минуске заряд тасымалдағанда. Мына жақта да қарайтын болсақ, плюстен минуске заряд тасымалдағанда. Мына жақта бізде электр өрісі жұмыс жасайды, электр өрісі. Бірақ бізде мына сұйықтықты, яғни электролит ішінде электр өрісіне қарсы күштер болуы мүмкін. Яғни оларға тосыннан алдынан шығатын кедергі жасайтын күштер мүмкін. Оны біздер қызыл бормен жазып қояйық. Оны біздер бөгде күштер деп атаймыз. Бөгде. Яғни бұның қозғалысына кері әсер етеді. Яғни ауырлық күшінің жұмысына қарсы әсер ететін ауаның кедергі күші сияқты, мұнда да кері қарсы күштер бар екен. Онда біздер бұлай жазайық. Бұна бөгде күштер дегеніміз қандай күштер? Бөгде күштер. Онда анықтама жазып тұрса, анықтама. Яғни балдар, бөгде күштер дегеніміз табиғаты кулондық, яғни электростатикалық емес күштерді атайды екенбіз. Мысалы бөгде күштерге қандай күштерді жатқызылады? Ауырлық күші, архимед күші, химиялық немесе үйкеліс күші, тағы басқа күштерді, яғни көріп тұрғандай балдар, бұнда кулондық емес күштердің барлығын, яғни электростатикалық емес күштер барлығын бөгде күштер деп қарастыруға болады. Өйткені балдар электр өрісіне ол бөгде күштер қалай қарсы әсер етеді. Яғни мына плюстен минуске, 10 полюстен теріс полюске заряд тасымалданғанда оған алдынан бөгде күштер кері жұмыс жасайды екен. Демек, біздер оны, яғни минус полюске итеру үшін
бізге сырттан бір күш керек, осы қозғайтын, осы зарядтарды, электр зарядтарын қозғайтын күш керек екен. Ал балдар енді қарайтын жаққа. Енді суретте көріп тұрғандай жаңағы электролит, сұйық. Яғни ағытымыз, мұн зарядтан электролит, мынау катодымыз, теріс зарядтан электролит, мынау шамымыз, қыздыру шамы. Бұл жерде шам жанды өйткені, яғни электр тоғы жүріп жатыр, яғни толық тізбек пайда болды. Енді бұл жерде жаңа айтып кеткендей, оң полюсте теріс полюске заряд орналастырғанда электр өрісін жасайтын жұмысына қарсы бөгде күштердің жұмысы бар екен. Сол да бізге, яғни орналастыруға кедергі жасайды. Демек, осы зарядты біздер мәжбүрлеп итеріп теріс полюске апару керек. Ол үшін әрине не керек деген сұрақ. Ол үшін тақтада көріп тұрғандай анықтамаға назар аударайық. Тоқ көзінің бір полюсінен екінші полюсіне заряд орналастырғанда бөгде, яғни тосын күштердің жасайтын жұмысының сол зарядқа қатынасын тоқ көзінің электр қозғаушы күші деп атаймыз. Қысқаша айтқанда ЭКК деп атаймыз. Яғни бір сөз айтқанда біз ол зарядты тоқ көзі арқылы несі керек? Қозғап теріс полюске апаруымыз керек. Сол кезде, яғни тізбегіміз толық орындалады. Енді бізде тоқ көзінің ЭКК-сі мынадай әріппен белгілейміз. Яғни тақтада көріп тұрғандай бұл анықтамаға сәйкес формула. Тоқ көзінің ЭКК-сі мынадай әріппен белгілейміз. Яғни эпсилон және А бөгде бөлінген Q. Бөгде күштердің жасайтын жұмысының сол зарядқа қатынасы. Әрине өлшем бірлігіне тоқталатын болсақ, яғни тоқ көзінің ЭКК-сінің өлшем бірлігі джоуль бөлінген кулон, немесе джоуль бөлінген кулон немесе вольт. Яғни тоқ көзінің кернеуіне ұқсайды. Егер мына жерде электр өрісінің жұмысы болса, онда мынау кернеу болады, ал бөгде күштердің жұмысы болса, онда бұл тоқ көзінің ЭКК-сі болады. Яғни бөгде күшті бізге желу үшін керек екен бұл шама. Осыдан А бөгдені табатын болсақ, яғни зарядмен ЭКК-ны көбейтеміз. Яғни бөгде күшінің жұмысын табатын болсақ, жасайтын жұмысын. А бөгде дейміз Q ЭКК яғни. Бөгде күшті кейде тосын күштер деп атайды. Яғни посторонний дейді, орысша посторонний сила дейді. Яғни басқа электростатикалық емес күштерді айтамыз. Енді оқушылар қарайық, мында көріп тұрғандай, міне жаңағы толық тізбегіміз, сол толық тізбектің схемасы тақтада бейнеленген. Яғни мынау тоқ көзіміз, яғни мынау сыртқы кедергіміз. Енді бұл жерде кішкентай R деген не деген сұрақ, кішкентай R. Мұны ішкі кедергі деп атайды. Өйткені мына электролиттің ішінде, яғни бөгде күштің ішінде, күштердің ішінде өзінің ішкі кедергісі болады. Әрине ол ішкі кедергі кей жағдайда сыртқы кедергіден көп болуы мүмкін, кейде тең болуы мүмкін, бірақ көп жағдайда кіші болады. Енді қарайықшы мына мына жер өткен тақырыптағы тізбек бөлу үшін оңзаны естеріңізде бар. Яғни есте болса, вольтметр бізде кедергіге әрқашан параллель жалғанады, ал амперметр қалай жалғанады? Тізбектей жалғанады. Егер осыны тоқ көзімен қоса алатын болсақ, онда мына схема енді тізбек бөлу үшін біз толық тізбектен уже қарастыра аламыз. Енді мұндағы қарайтын болсақ, I немесе I. Яғни ол тізбектегі тоқ күші, мынау ЭКК-міз, яғни тоқ көз ЭКК-сі эпсилон. R сыртқы кедергіміз, ал кішкентай R бұл жерде ішкі кедергі. Енді тоқтың бағыты біз білеміз, оң полюстен теріс полюске қарай бағытталады. Схемада көрсетілген. Бөгде күштердің жасайтын жұмысы, яғни джоуль ленс саны бойынша жылуға айналады екен. Мысалға қарайтын болсақ, үйкес күшінің жұмысы неге айналады еді механикада? Жылуға айналады. Мысалға екі алақанды үйкейтін болсақ, яғни жылу пайда болады. Сол сияқты бұл жерде бөгде яғни кедергі күшімен әрекеттескенде ол жылуға айналады. Енді ары қарай қарастырайық. Енді тақтада не байқадыңыздар? Бұл джоуль ленс заңы бойынша бізде I квадрат RT, дұрыс па? Бұл жерде ұмытпайық, бөгде күштер жұмыс жасағанда сыртқы кедергіде, ішкі кедергіден де жылу бөлінеді екен. Яғни I квадрат RT плюс
I квадрат кішкентай RT. Енді ары қарай жазатын болсақ, яғни біз еседік. Яғни I квадратты шығарып жібердік жақшаның сыртына, T-ны шығарып жібердік. Жақшаның ішінде R плюс кішкентай R қалды. Өйткені бізде I тұрақты, тізбектей жалғанған, уақыт бәріне ортақ, тек қана кедергілері әртүрлі. Енді бұны ары қарай зерттейік. Яғни бұл күштің жұмысы қалай еді біздер? Жаңағы тауып кеттік қой біздер. Q көбейтілген EHK. Q дегеніміз не? Бұл I-ті, ал EHK міне тұр. Енді осыны біздер жүйеге алатын болсақ, онда бөгде күштер екеуі бірдей болса, демек мына теңдеу мен теңдеу бір-біріне тең екен. Оны ары қарай зерттеп көрейік. Міне, яғни екі теңдеуді біздер теңестірдік. Енді екі жақта қысқаратын шамалар болса қысқарып жіберейік. Олар кетіп қалады. Және тоқ күшінің біреуімен квадраты кетіп қалады. Одан кейін бізде I-ны табатын болсақ, енді оқушылар тақтаға назар аударсақ, бізде толық тізбек үшін Ом заңының формуласы шықты. Яғни I табылады, EHK бөлінген үлкендер қосылған кішкентай R. Бұны толық тізбек үшін Ом заңы. Яғни бүгінгі тақырыптың негізгі формуласы осы екен. Яғни біз осы формуланы шығару үшін жаңағыдай әрекеттер жасадық. Төбінде осындай формуланы кездестірген. Енді нәқыға қарайтын болсақ, еске түсірейік өткен сабақты. Бізде тізбек бөлік үшін Ом заңы деген формула болды. Яғни ол қалай еді? U бөлінген үлкен R болды. Ол жерде біз қай жерде қарастырдық? Яғни тізбектің бөлігі осы араны қарастырдық. Мына жағдай, өзі айтып тұр, толық тізбек. Тізбек бөлігі үшін уже толық тізбек болғандықтан жалпы осы схема бойынша айтылатын формула екен. Ал оқушылар енді жаңа толық тізбек үшін Ом заңын қарастырдық, дұрыс па? Яғни міне тақтада көріп тұрғандай, енді қысқа тұйықталу тоғы деген бар бізде. Қысқа тұйықталу деп атына жатса, өзі қысқа тұйықталады. Енді оны схемаға қарайтын болсақ, яғни жаңа біздің толық тізбегіміз қалай болды? Яғни былай айналып барып, теріс полюске өтті, оң полюстен шығып, теріс полюске, яғни кедергі арқылы өтті, яғни сыртқы кедергі арқылы өтті. Бірақ егер бізде екі өткізгіш, яғни ертерек байланысып кетсе, мысалы екі провод бар, екеуі мына жерлері мысалы сыртындағы қабыл ашылып қалып, екісі бір-біріне контакт болып кетсе, яғни тиіп кетсе, схемада көріп тұрғандай, онда ол сыртқы кедергі арқылы өтпей, мына тоқ ертерек осы жерде бұрылып, мына теріс полюске ертерек тез барады яғни. Сонда бір сөз айтқанда сыртқы кедергіден тоқ өтпейді. Яғни тоқ күші болмайды. Демек сыртқы кедергі нөл деп қарастыруға болады. Енді қараңыздар, сонда қысқа тұйықталу кезінде сыртқы кедергі болмайды. R тең нөлге. Онда жаңа толық тізбек үшін Ом заңын қарастыратын болсақ, EHK бөлінген үлкен R қосылған кішкентай R, бірақ үлкен R, яғни сыртқы кедергі нөл болғандықтан бізде мынадай формула шығады. Яғни EHK бөлінген кішкентай R. Бұл кезде I-іміз тек қана I болмайды, I-қ-т дейді, яғни қысқа тұйықталу тобы болады. Онда осыны әдемі жазатын болсақ, I-қ-т, яғни EHK бөлінген кішкентай R, яғни бұны қысқа тұйықталу тобы дейді. Сол кезде көріп тұрғанда, егер бөлшектің бөлімі азайып кетсе, онда мына тоқ күші, яғни шығартымен артып кетеді. Яғни қысқа тұйықталу тобы қандай мәнге жетеді? Ең үлкен мәнге жетеді. Ал Джоулиан заңы бойынша Q жыл мөлшері, яғни тоқ күшінің квадратына тура пропорционал, яғни максимум мәнге одан сайын жетеді. Бір сөз айтқанда квадраттаймыз. Егер мысалы 4 есе артатын болса, онда жыл мөлшері 16 есе артады екен. Сондықтан қысқа тұйықталу кезінде оқушылар көптеген өрт болады. Өрт болудың бір себебі осы қысқа тұйықталу, яғни орысша айтқанда короткий замыкание кезінде дене тез қызады екен. Яғни техника болсын, яғни болса провод тез қызады да, сол арқылы ол өртеніп, содан өрт шығады екен. Әрине ондайдан Құдай сақтасын. Сонымен бұл қысқа тұйықталу тобы. Осымен біздер сабағымызды аяқтаймыз. Сіздерге үлкен рахмет. Сау болыңыздар.